Сәлем достар, қалайсыңдар? Біздің үйге соғым келді. Ура, ура. Бұл соғым бізге Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат ауылынан келген соғым. Ол жақта менің әке-шешем тұрады. Сол әке-шешем тұрғаннан кейін сол жаққа заказ беріп, арнайы соғымды сойдыртып алдық. Мынау енді жартысы, енді тағы бір жартысы бар. Разилегім кішкентай болғаннан кейін жартысын ғана алдырттым. Соғым маған кешкісін келген болатын. Қатып жатқан жібісін деп мен столдың үстіне қойып қойғам, таңертең бәрін аламын деп. Таңертең тұра сала бет қолымды жуа салып осы етке кірістім. Өйткені таңертең балалардың завтрагы бар деген секілді. Мен тұрсам, олар артымнан бірінен кейін бірі тұрып жатыр. Алып паршалап пакетке салып жүрсем, бірақ та суық екен, қолым тоңып кеткен. Мына жерде мықшыңдап еттерді бөле алмай жатсам, бір жолдасым келіп, бұл енді қара күш қой, жолдасым келіп ажыратып бәрін бөліп, мен арлы-берлі пакеттерді көтеріп, ананы былай істе, мынаны былай істе деп жанталасып мына жерде сыпылдап мен болмаймын. Ол қара күшке салып бөліп жатыр мына жерде. Ол қара күшке салып неме істеп жатса, мен оны жұмсап қоямын, қандай пакетке ананы салсашы, ананы да салсашы деп. Болмаймын ғой жұмсап оны. Ол қара күшке салып, бар еттің бірін бычытын шығарып маған бөліп берді. Мен мына жерде бәрін реттеп, пакеттерге салып реттеп жатырмын. Жолдасым отыр маған қарап. Осылайынан бәрі пакеттерге салып аламыз, морозильникпен. Холодильниктен астаған морозильникке екіге бөліп салып тастаймыз. Дәу болып тұрған еттерді бычытын шығарып, пакетке бөліп салып тастадық та. Мынау енді ет келген сумка, ол қан, оны лақтырып жүру керек, ол керек емес. Мынау біздегі фарш қылатын ет. Осылайынан бәрін жинап жатсам, қызым бауырының нәскиін келіп сұрап тұр. Қайрада мама деп, қайда деп, бәрін менен сұрайды ғой. Содан столдың үстіндегі бәрін, қоқыстарын бәрін жинап, сыпырып, тазалап, осылайынан келген соғымның пачағын шығарып, тазалап, бәрін ыдыс-аяқтарын бәрін жуып, тазалап тастадық.